Сәлем достар, сіздермен Алмаз кино. Мына жігітті барлықтарыңыз танитын шығарсыздар. Егер Бойканы бірінші рет көріп отырған болсаңыз, комментке ол туралы өз ойыңызды жаза кетіңіз. Ал біз бастаймыз. Арнаға жазылуды ұмытып кетпе. Неоспоримый 2. Фильм бокстан бұрынғы әлем чемпионы Джордж Чемберстің арзанқол алкогольді өнімге жарнамаға түсіп жатқаннан басталады. Да пошли вы! Ол өзінің клоун сияқты қимылдар жасап мазақ болғысы келмегендіктен кетпекші болады. Бірақ оның менеджері Улыбайся, заговариваем зубы, лежи задницей, и у тебя будет полно денег. Бірақ Чемберсге ақша өте керек болғандықтан, амалсыздан өзінің менеджері айтқан сөзге келісіп, жарнамаға түсуді жалғастырады. Фильм бізді Гага есімді криминалдық жолмен айналысатын кейіпкермен таныстырады. Ол көптеген клубтар мен казиноның иесі, және заңсыз түрде ережесіз жекпе-жек ұйымдастырады. Рингте асыға күткен кейіпкеріміз Юрий Бойко да шықты. Ол қарсыласын шемішке шаққандай шашып тастайды. Оның қоржынында 34 жеңіс және ешқашан жеңілмеген өз ортасының королі болатын. Ал Гага мен оның серіктесі Мы должны остановить Бойку, он разорит нас. Гаганың ойына керемет ой келеді. Ол өз адамдарын жіберіп, Чемберстің бөлмесіне есірткі жасырады. Және оны милиция күтіп отырып, ол бөлмесіне келгенде қолға түсіреді. А это не мое. Иә, бәріңізге қызық болар. Неге саусақ таңбасын алып тексермеді деп. Бірақ бұл Гаганың қалауы. Егер бұл жыл құтылса да, басқа малын тауып түрмеге тығатын еді. Чемберсті соттайды, және Гаганың қалауымен Бойко отырған Черная холма деген түрмеге орыстың жасыл буханка машинасымен алып келеді. Ол түрмеге келісімен бірден түрме бастығына алып Но барады. пока хочу сообщить, что мы здесь любим проводить поединки. Деп Чемберсге осылайша намек тастайды. Оған түрме киімін кигізіп, камерасына қарай апара жатқан кезде сотталушылардың бірі Тепленькая моча. ол камерасына келе сала бетін жуып жатып қасындағы сотталушымен танысады. Кешке қарай асханаға барып, онда берілетін тамақты көріп тұрып қалады. Тамақтанып отырғанда асханаға Бойко келеді. Чемберс екеуі сөзге келіп, аяғы төбелеспен бітеді. Ты зачем лез? Думаешь, я его боюсь? Келесі күні сотталушыларды далаға серуенге шығарғанда, Чемберс өз камераласын басқа гопниктер ұрып жатқанын көріп, араша түсіп төбелесіп кетеді. Кешкісін барлық сотталушылармен бірге Бойканың төбелесіне барады, және Бойко Чемберсге төбелесуге шақырту тастайды. Бірақ Чемберсге ешқандай төбелес керек емес еді. Ол тек өзі берілген мерзімді тыныш қана отырып шыққысы келетін. Бірақ түрме басшылығы оны қалай да болсын төбелестірудің амалын іздестіруде. Келесі күні оны канализация тазалауға жібереді. Артынша дубинкамен соққыға жығып, бірден суға және крысаға толы карцерге жібереді. Ертесінде оның менеджері түрмеге келеді. Және Гагаға сатылғанын, егер түрмеден шыққысы келсе, Бойкамен төбелеске келісуін сұрайды. Егер келіспесең, Гага сені түрменің түбіне шірітеді деді. Чембер амал жоқтығынан қасындағы камераласымен бірге алда болатын төбелеске дайындала бастады. Бірақ Бойко да спарринг партнерларын шақ келтірмей, бірінен кейін бірін ұрып құлатып, біреуінің қолын сындырады. Көптен күткен жекпе-жек күні де келді. Гага әдеттегідей ставка жасау үшін түрме конторасына келіп, Пусть наш человек поставит 500 000 на Бойку. На Бойку? Но 80% ставок в пользу американца. осы диалог арқылы бәрі американдық Чемберсге ақша тігіп жатқаны белгілі болды. Бірақ біздің Гага ай қарап, шошқа тағалап жүрген адам емес. Ол түрмедегі өз адамдарын Чемберсдің камераласына жіберіп, оны қорқытып, мәжбүрлі түрде Чемберсдің ішетін суына дәрі қосуға мәжбүрлеп дайындап қойған. Ол сенімді түрде үлкен сумманы Бойкоға ставка жасайды. Сонымен Бойканың көптен армандаған төбелесі басталады. Және ол бірінші раундта американдықтан көптеген соққы қабылдап үлгереді. Нәтижесінде
осы таймды Чемберске беріп қояды. Үзіліс кезінде Чемберске арнайы уланған суды әкеліп береді. Судағы удың әсерінен оның көз алды бұлдырап, Бойко оны бір соққымен есінен тандырып, жеңімпаз атанады. Келесі күні есін жинаған Чембер асханада тамақ ішіп отырған Бойкоға барып, оның әділетсіздік жасап, өзін улағандығын айтады. Ал Бойко ол уланған су туралы білмейтін болып шықты. Сол сәтте олардың сөзін түрме бастығы келіп бөледі. Қаны басына шығып терісіне сыймай тұрған Чембер түрме бастығын оны сол сәтте күзетшілер ұстап, суық далаға бір тәулікке жылы киімсіз кісендеп тастайды. Болған оқиға жайлы естіген Гага сол сәтте түрме бастығына келіп, Если с ним что-нибудь случится, я подвешу тебя за яйца на одной из вышек. ал Бойко болса өзі ұстанған принципке қарсы шығып, Чемберсті улаған сатқындарды По-твоему, мне нужно, чтобы моих соперников травили? Осы кезде Гага Чемберсті өзіне шақырып, оған тағы бір мүмкіндік беретіндігін, егер осы жолы Бойконы жеңсе, оны бостандыққа жіберетінін және қосымша сыйақы ретінде біраз ақша беретіні жайлы айтады. На следующий бой против Бойки выбирайте секунданта получше. Чемберс енді өзінің жаттығуына көмектесетін адам іздестіреді және Крот есімді бұрынғы спецназ мүгедек қарияны таңдайды. Ол қария әуел бастан оған қолынан келген көмегін аямаған болатын. Сол себепті оны таңдады. Я не боец, Джордж, но меня научили, как делать людям очень больно. Қария Чемберске тек қана қолын емес, төбелес кезінде аяғында қосу туралы кеңес айтып, оны жаттықтырады. Және төбелес кезінде киіп шық деп, СССР деп жазылған шортыны береді. Сонымен көптен күткен төбелес күні де келіп жетеді. Бойко ешкімнің көмегінсіз ақ жеңемін және Сегодня я докажу всем. Я уничтожу его. И никаких вопросов не будет. рингке екеуін де шақырып, көптен күткен төбелес басталады. Бірінші раунд. Үзілісте Крот Чемберске бостандыққа шыққың келсе барыңды салып төбелес. Әйтпесе мәңгілікке осында қалатынын айтып, өзінің жаттығуда үйреткен жаттығуларын есіне түсіруін Послушай, сұрайды. Джордж, ты должен прикончить его или будешь гнить в этой дыре, как я. Екінші раундта ол Бойконың аяғын сындырып, Чемберс бостандыққа шығады. Түрмеден шыға берісте Гага уәде еткендей, оған өзінің сыйақысын береді. Осыдан кейін Чемберс түрме бастығына келіп, оған Какой? ақшаны ұсынып, Кротты босатуын сұрайды. Ал түрме бастығы көп ақшаны көріп, басы айналғаннан келіседі. Решил попрощаться. Да. Моя куртка все еще у тебя? Конечно. Лучше тебе надеть ее прямо сейчас. Зачем? Одна девочка мечтает встретиться со своим дядей, да и вообще там холодно. Осылайша екеуі бірге Я түрмеден от шығады. свободы, Джордж. Все нормально, Николай. У тебя будет время привыкнуть к ней снова. Фильмнің соңында Чемберс вокзалда Кроттың немересін күтіп алады. Чемберс Крот пен немересін қосып, өзі кетіп қалады. Осылайша біздің фильміміз аяқталады. Егер неоспоримыйдың басқа бөлігін қазақша көргіңіз келсе, арнаға жазылып, комментке келесісі деп жазып кетіңіз. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.